Құрметті әріптестер, құрметті ұстаздар, құрметті ата-аналар, менің оқушыларым. Барлықтарыңыз үшін 21 ғасырдың 2021 жылының көктеміне келіп жеттік. Ендеше баршаңызды биылғы Наурыз жыл басы мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерді Міржақып Дулатұлы атындағы 68-ші мектеп гимназиясының ұжымының атынан, әкімшіліктің атынан мынау келіп жеткен Наурыз мерекесінің барлық жақсылықтары сіздерге тек қана ақ тілегімен, жылы жүрегімен, жақсы жағдайымен, барлық мүмкіндігімен келуіне тілектеспін. Ал құрметті оқушылар, бүлдіршіндер, бүкіл түркі даласына, қазақ даласына келіп жеткен Наурыз мерекесі құтты болсын. Мен сіздерді күн мен түннің теңеліп, әдемі күн нұрына бөленген Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Наурызым ұлы күн ұлысын, көктемнің қызғалдақ көрісін. Халқымның түлеткен дәстүрін, тірліктің кеңейткен тынысын. Ұлттық қасиеттерімізді, салт дәстүрлерімізді жақсы меңгеретін, біліммен сусындап, тәрбиелі азаматтар болыңыздар. Сенімен жалғасып барады берекем, Наурызым жыл басы мерекем, ғашықтай күннетін тең екен, егемен елімде сенімен жалғасып барады берекем. Біздің мектебімізде ұлы дала мұрагераты тәжірибелік алаң жұмыс жасайды. Бір бөлімінде ұлттық өнерім асыл қазынам атты қолөнер үйірмесі бар. Осында оқушыларымыз әртүрлі ұлттық бұйымдарды жасайды. Басқұр, кесте тігу, шашақ тігу, әртүрлі моншақтардан жұмыс жасайды. Мысалы, жүннен дегендей ұмытылып бара жатқан керме басқұрлар бар. Соны біздер оқушыларымыз жаңғыртып, арағата жұмыс жасап жатыр. Биыл мектебімізге Наурыз мерекесінде мектебіміздің ата-аналары көмегімен, қамқоршылық кеңесінің көмегімен біздер 6 қанатты ақ үй киіз үйімізді дайындадық. Оның ішінде дәстүрімізге сай, салтымызға сай жабдықтадық. Наурызым жыл басы мерекем, ғашықтай күннетін тең екен, егемен елімде сенімен жалғасып барады берекем. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі құтты болсын.